Енді қазір Қазақстанда мынау бір батыстағы мына батыстың бір жаңағы аруақша зікіршілері бар ғой, кім деген? Ой. Сәбет Қали ма, Сібет Қали ма, бір қазақтар бар ғой. Тағы сол сияқты бір топ ақын сымақтар бар, қанаңсау, Непал деп шошып жатыр екен деп. Билік енді ана Непалды сүйкімсіз көрсету үшін шошып жатыр. Неге? Бәрі қорқып отыр. Сондықтан Непалдағы қырғынды мысалы мен құптамаймын. Бірақ мен құптасам да, мен құптамасам да, мен қаласам да, қаламасам да, сен құптасаң да, сен құптамасаң да, құй ұнатпа, құй қалама, ертең Қазақстанда Непал болады. Ертең Қазақстанда Непал болады. Мына қазір құтырған участковой, полиция, құтырған КМБ, құтырған прокурор, жаңағы майманасы тасыған жаңағы сот. Ертең халық қуып жүріп бауыздайды. Қолын қол қылады, бұтын бұт қылады. Ауылдың әкімі жаңағы, ауылдың әкімінің қатыны жаңағы дәу джип мініп, ісініп, өзінің ауылдастарына битіп қалған. Ана сот, аудандық сот, ауданның әкімі, облыстың әкімі, облыстық КМБ, облыстық прокурор, жаңағы судья, ана бәле халықты жаңағы бас салып ұстап қалмайтын полицей, гаишник, халық қуып жүріп, қатын бала шағасына дейін қырып тастайды. Солардың қатын бала шағасына, мен қыр деп айтпаймын. Мен ешқашан ондай қателік жібермеймін. Мен қырыңдар деп айтпаймын ешқашан. Бірақ ашынып, тура тісіне қойып ызаланып отырған қазақ, ертең соны, әй қырмаңдар, әй обал ойбай күнә болады, әй тикток имамның алдында не беттерімді айтам, ұяты, обал, әй ана қатынды бауыздап не қыласың, оның бай ғой, оның қылмыскер, әй ана қатынды ойбай, ой. Қазақтар ол кезде тикток имамыңды да ұмытады, мына ұстаздарыңды да ұмытады. Себеп ашынды ғой, ыза кек, тек буырқанып қана тұр. Ол кезде жаңа тоқал, соқал, ана майысқан, маймаңдаған, жаңағы қыңсылаған, мыңсылаған тоқал-моқалдарыңды бісміллә рахман рахим деп бетін қыбылаға қаратама, қаратпай ма өздері біледі. Сондай болады Қазақстанда. Неге? Мемлекет соған апара жатыр. Мен әрине қазақты қазақ өлтіргенін қаламайын, әрине адамды адам өлтіргенін қаламайын, бірақ ол ешкім ұйымдастырмай, Әбіләзов ұйымдастырмай, Серікжан ұйымдастырмай, ешкім ұйымдастырмай, қарағалық өзі солай істейді. Солай істейді. Сондықтан бүгін мына джип мініп, семіз дөнем мініп, торғын торқа киініп, ішсе алдында ішпес артында мына Қазақстанның қанын сүліктей сорып отырған мына үстем тап, тек ана жоғарғы жағында қолы барлары, қолы жететіндер Тоқаев қашқан кезде соның ұшағының қанатына жабысса да, сирағына жабыспаса да ұшып кетеді. Қалған мына Қазақстанда қалғандарының жағдайы қиын болады. Ұлдарын тұқымымен қыртып жібереді. Ұлдарына дейін бауыздап, бесіктегі баласына дейін найзаға шаншиды. Себебі қазақ халқы ашынып отыр. Қазақ халқы ашынып отыр. О кезде жаңа тикток имамың шығып, әй ана жазықсыз қатындарды өлтірсеңдер күнә болады оданша, әкеліңдер мен некесін оқып берейін, сендер халал тоқал қылбаңдар десе, тикток имам шақырып алып, бісміллә деп айт дегенде о кезде о бейшараның тілі кәлимаға келе ме келмей ме, оның да бетін қыбылаға қаратана қаратпай ма, орып жібереді сол.